Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Арай. Бүгін оразаның 13-ші күні ауызашарға жаппасай дайындайтын боламыз. Бізге керегі жұмыртқа мен тұзды суға иленген қамыр, сәбіз, капуста, картоп, ет, пияз. Ең алдымен қызып тұрған майымызға етімізді қуырып аламыз. Осылайша араластырып жақсылап қуырамыз. Одан кейін үстіне пиязымызды саламыз. Пиязымызды да жақсылап қуырып, пияз қуырылғаннан кейін тұзын, бұрышын қосамыз. Тағы да жақсылап араластырып, үстіне сәбізімізді қосып, біраз қуырамыз да үстіне капустамызды қосып, тағы да қуырып, үстіне томат пастасын қосамыз, бір қасық. Бәрін жақсылап тұрып араластырып, бетін жауып бұқтырамыз. Мінеке бұғып, капустасы бәрі жұмсарып басылып пісті. Енді үстіне бетімен бірдей қылып суын құямыз да, еті піскенше біз картопын сақтап турай береміз. Мінеке осылай картопын сақтап турап, осылай суға салып қоямыз. Суға салмасаңыздар, картоп қарайып, крахмал бетіне шығып кетеді. Бір жұмыртқа тұзды суға иленген қамырымызды осылайша домалақ етіп жайып шығамыз, жұқа қылып. Достар, сіздер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Сонда сіздер келесі шыққан видеомды өткізіп алмай көретін боласыздар. Егер де сіздерге жаппасай ұнаған болса, сіздер де жасап көрем десеңіздер, осы видеоның астында описаниядан құрамын көре аласыздар. Мінеке суы қайнады, етімізде бәрі жұмсарып пісті. Не жерде тұзын көресіздер, тұзы аз болса, тұзын салып, жәнегі дайындаған картопымызды үстіне қосып, осылайша араластырып, картоптың бетімен бірдей қылып, тағы да су құямыз. Енді тағы қайнағанын күтеміз. Жәнегі жайған қамырымыздың үстін осылайша сұйық маймен майлап, осылайша төртбұрыштеп кесіп дайындап қоямыз. Мінеке суы қайнады. Енді тұз мөлшерін көріп аламыз. Өйткені жаңа су құйғандықтан азайып қалуы мүмкін. Дәміне қарай тұзын қосасыздар. Одан кейін жәнегі дайындап қойған қамырымызды бетіне қазір кезекпен салатын боламыз. Мінеке осылайша алып, бетіне жаққан майын үстіне қаратып, кезекпен үстіп бетіне салып шығамыз. Осылайша салып, бетін жауып, баяу отта 35 минуттай пісіреміз. Мінеке жаппасайымыз дайын болды. Суы бәрі тартылып, пісіп шығады. Осылай кезекпен ақырындап, осылай қамырымызды орап жинап алатын боламыз. Мінеке осылайша кезекпен. Мінеке осылайша дастарханға ұсынатын боламыз. Сіздер де ауызашарға осылай жаппасай дайындап көріңіздер. Сіздер менімен бірге болғандарыңызға қуаныштымын. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын.